жақсы. Ал енді өзімнің идеямды ұсынбас бұрын, әріптестер, сіздерге сұрақ қойғым келіп отыр. STEM деген ұғымды қалай түсінесіздер? STEM дегеніміз қалай түсінеміз? Қазіргі заманда STEM технологиясы деп айтылып жатыр, иә? STEM дегеніміз? Иә, ол переводы, иә? Аудармасы. Science, Technology, Engineering and Mathematics. Дұрыс айтады, пән арасындағы байланыс. Ал, ары қарай, енді сіздерге ақылды үй деген қалай түсінесіздер? Ақылды үй деген не ол? Алыстан бақылау. Енді жауабын қарайтын болсақ, ақылды үй әртүрлі құрылғыларды және техникалық біріктіретін жүйе. Жаңағы сіздер айтып отқан температура, жаңағы алыстан отырып басқару, бұның барлығы бізде ақылды үйде жүйеленген екен. Енді ақылды үйдің негізгі мақсаты біздің адам өмірін әлдеқайда жеңілдету болып табылады. Енді сіздер өздеріңіз байқап отырғандай, мен сіздерге өзімнің ақылды үй жобамды ұсынғым келіп отыр. Ал енді менің PDD-ім ұсынайын деп отырған STEM технологиясы арқылы ақылды үйді ұсыну. Ал енді америкалық математик, кибернетика және жасанды интеллект теориясының негізін қалаған Норберт Виннер 1940 жылы айналамыздағы заттар ойлана бастайды және қоғамға әлдеқайда пайдалы болатын күн алыс емес деген екен. Яғни, бұл жасанды интеллект теориясының негізін қалаған ғалымдар 1940 жылы біздің ақпараттық коммуникациялық технологияларымыз осы жасанды интеллектке дейін дамитындығын болжап кеткен болатын. Ал енді өзімнің жобамның мақсатына келіп тоқталатын болсам, STEM білім беру арқылы, ақылды үй жобасы арқылы оқушылардың қарапайым түсінікті пәндердің арасындағы байланыс орнату. Яғни, жаңа әріптесім Эльвира айтып өткендей, STEM дегеніміз пән аралық байланыс. Яғни, алдарыңызда тұрған ақылды үй бұл жерде тек қана информатика емес, физика, математика және технология пәндері бірге қамтыған. Ал енді жобамның өзектілігіне келіп тоқталатын болсам, ең бірінші заманауи технологиялар танысу. Яғни, оқушылар осы жасанды ақылды үй жобасымен технологиялар қалай жұмыс істейтін және оның артықшылығы мен кемшілігін қарастырады. Ары қарай практикалық дағдылар, яғни бұл информатикамен көбіне байланысты болғандықтан, робототехника мен кибернетика және программалау дағдыларын дамытады. Ары қарай шығармашылық қабілеттерін дамыту, яғни әр оқушы өзінің жобасын ұсынып, өзінің шығармашылығын дамытады. Ары қарай командалық жұмыс, яғни біздікі жоба болғандықтан, жобаны жалғыз өзіміз жасай алмаймыз, яғни біреумен біргеміз, яғни команда құрамыз. Яғни әр оқушы өзінің командасының ішінде өзінің тәсілдерімен алмасып, өзінің біліктілігін жетілдіреді. Ең соңғы өзектілігіміз қоршаған ортаға қамқорлық деп аталады. Яғни біздің ақылды технологиялар энергияны үнемдеп, және де қоршаған ортаға зиянды әсерді азайтуға көмектеседі екен. Ары қарай экранға назар салсаңыздар, менің 7-ші сынып оқушым, менің дарынды оқушым Машарупов Артем екеуміз осы ақылды үй жобасын жүргізген болатынбыз. Яғни, мына суреттерге қарайтын болсаңыз, менің оқушым осы үйді құрастыру барысында. Ары қарай жүрсек, енді ақылды үй жобасын Артем сіздерге, көрметті әріптестер, сіздерге түсіндірсе, ал мен Әділ қазір арқасында түсіндірсем. Здесь используется камера, датчик газа и вентилятор. В камере используется ультразвуковой датчик, провода мама-папа, плата Arduino Uno, программа загружена уже на плату. Пьезопищалка, маленькая плата и ЖК-дисплей. И первый детектив итога 3. Сейчас я вам продемонстрирую, как это работает. На ЖК-дисплее отображаются сантиметры, переведены из секунд, сделаны в сантиметры. Это проверка утечки газа. Здесь используется датчик серии, датчик газа серии МТУ, пенопищалка, маленькая макетная плата, провода мама-папа, плата Arduino Uno.
другие области. И еще тут есть освещение. Енді бұл жобамыздың жетістіктеріне тоқтала кетсек, жоғарыда айтып, таныстыруда айтып өткендей, зерде дарын жұмыстарына, зерттеу жұмыстарына бірінші дәрежелі дипломмен және де Талдықорған политехникалық колледжінде еркін жоба бойынша бірінші, екінші дәрежелі дипломмен мадақтамалды. Енді біздің ең бір жетістігіміздің шыны десек болады, ата-баба дәстүрі көрмесінде осы жобамызды ұсынған боламыз. Ақылды үй деп аталады. Келген адамды қашықтан сезіп, дыбыстап белгі береді. Біздің жасаған жобамыз бұл Arduino ойыны арқылы ақылды үй жасап шығару. Бұның негізгі мақсаты тұрмыстық автоматтандырудың артықшылықтарын көрсету және де өмірді тұрмысты жеңілдету болып табылады. Осы біздің жобамызда көптеген сенсорлар, LED шамдары, көптеген құрылғылар қолданылған. Бұл жерде MQ газ сенсорлары бар, DHT омыр сенсоры бар. Ол сенсор ылғалдылық пен газды анықтайды. Гимназияның тағы бір артықшылығы оқушыларға бизнес жоспар құруды да үйретеді. Президент сөзін назарға алған, адал еңбек деп таниды. Енді көріп отырғандарыңыздай, біз ата-баба дәстүрінде бір ақылды үй емес, екі ақылды үй көрсеткен болатынбыз. Яғни, бұл ар жағында тұрған біздің ақылды үйіміз, мына кішкентай ғана ақылды үйіміздің болашағы. Яғни, бұл жерде жаңағы оқушым айтып өткендей, ішінде датчиктары, ылғалдылық өлшейтін датчик, газ датчигі бүткілі орнатылған. Ендігі біздің мақсатымыз бұл Біздің мақсатымыз осы үйімізді дамытып, ары қарай биік белестерге шығу. Енді қорытындылай келе, біздің ақылды үй жобасы білім беру мен технологияны ұштастыра отырып, инновациялық ойлау мен тұрақты даму қағидаларын қалыптастыруға болашағы зор бағыт. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.